Біздің оқиға Сумуми есімді әдемі әрі мейірімді қыздан басталады. Ол ата-анасы қайтыс болғаннан кейін нағашы ағасы мен оның әйелінің қолында тұрады. Сумуми пианиноны өте жақсы ойнайды және мектебінде өзінің сұлулығы мен музыкалық талантымен танымал болады. Бір күні ол Германияға барып пианино концертінде өнер көрсетуге дайындалып жүргенде, сыныптасы тай достарының алдында оны тоқтатады. Сосын әзілдеп: "Маған тұрмысқа шық, мен сенімен бірге Германияға бару үшін неміс тілін үйреніп жүрмін" дейді. Сол кезде мұғалім келіп оны ұрсады: "Алдымен дұрыс сөйлеуді үйрен, сонда ғана өмірде бір нәрсеге жетесің" дейді. Ал басқа жерде Конг есімді жігіт бар еді. Ол Сумумиді жасырын жақсы көретін, бірақ сезімін айтуға батылы жетпейтін. Ол Сумумидің портретін салып қойған және бір күні соны оған көрсетуді армандайды. Бір күні ол автобуста Сумумиді көреді, бірақ онымен сөйлесуге батылы жетпей қашқақтайды. Тіпті онымен сөйлеспеу үшін оған қате аялдаманы көрсетіп жібереді. Кейін батылдық жинап суретін бермек болады, бірақ тағы да батылы жетпей автобустан тез түсіп кетеді. Бір кезде оның Сумумидің брелогын қателесіп алып кеткенін байқайды. Сондықтан оны қайтару үшін автобустың артынан жүгіре бастайды. Сол уақытта автобус үлкен апатқа ұшырайды. Бұл ауыр жол апаты еді. Сумуми ауыр жараланып, терең комаға түседі. Дәрігерлер оның оянуына үміт өте аз екенін айтады. Конг өзін қатты кінәлі сезінеді. Өйткені ол шындықты айтып, бұрыс аялдаманы көрсетсе, мүмкін бұл апат болмас еді деп ойлайды. Жылдар өтеді. Сумуми әлде комада жатады. Оның ең жақын туысы нағашы ағасы ғана. Ол аурухананың барлық шығындарын төлейді, бірақ Сумумиді көруге келмейді. Ал тай болса уақыт өте келе әйгілі дәрігерге айналады. Ол Сумумидің жағдайын үнемі бақылап жүреді. Тіпті шетелге оқу грантын алады, бірақ Сумумиді өзімен бірге алып кету мүмкін болмайды. Жылдар өте береді. Сумуми әлде комада. Бірақ 13 жылдан кейін ғажайып болады. Сумуми кенеттен оянады. Алайда ол соңғы 13 жылды мүлде есіне түсірмейді. Ол өзін кеше ғана апатқа түстім деп ойлайды. Сумуми медбегелерден нағашы ағасын шақыруды сұрайды және не болғанын түсінгісі келеді. Бірақ медбиге не айтарын білмей қалады. Өйткені Сумуми қазір 30 жастағы әйел, бірақ ой санасы әлі 17 жастағы қыздың деңгейінде қалған. Сумуми жағдайды түсінуге тырысады. Ол достарымен нағашы ағасы туралы сұрайды, бірақ медбегелер: "Саған көп жылдан бері ешкім келмеген" дейді. Осы уақытта Конг Кореяға қайта оралады. Оны әпкесі хабарласып шақырған еді. Өйткені ол өзінің ұлына қарау үшін Конгтың келуін өтінген. Апасының ұлының аты Чан. Қазір ол 17 жастағы жасөспірім. Оның Киман және Бумба деген екі досы бар. Чан нағашы ағасы Конгтың келетінін естіп қатты қуанады. Ал осы уақытта Сумуми ауруханада қайтадан жүруді үйрену үшін реабилитациядан өтіп жатыр. Біртіндеп оның жағдайы жақсара бастайды. Әр жолы ол отбасы туралы сұрағанда медбике сұрақтан қашқақтайды. Өйткені ол Сумумиді аяйды. Бірақ бір күні басқа медбикеден Сумуми шындықты естиді. Ол жатқан бөлімше туыстары тастап кеткен науқастарға арналған бөлімше екен. Яғни олардың отбасылары ұзақ уақыт бойы олар туралы сұрамаған. Ал Конг Кореяға келгеннен кейін біртүрлі әрекет ете бастайды. Ол жүрген жолындағы барлық нәрсенің ұзындығын өлшей береді. Бұл оның ерекше әдеті еді. Ол Дженнифер есімді әйелді үй қызметшісі ретінде жалдайды. Дженнифер Чанға және Конгтың қарт итіне қарауға көмектеседі. Бір күні Сумуми ауруханадан қашып кетеді. Ол көшеге шығады, бірақ айналасына қарап қатты таң қалады. Өйткені бұрынғы кішкентай үйлердің орнына биік ғимараттар салынған, ал бұрын таныс болған көшелер мүлде өзгеріп кеткен. Сол уақытта Конг бір қыздың жанында бір нәрсені өлшеп тұрады. Қыз оны әдепсіз адам деп ойлап, оны ұрып жібереді. Конгтың хатшысы араласып қызға түсіндіреді: "Ол әдепсіз емес, оның кәсіби ерекшелігі бар. Ол декорация дизайнер" дейді. Сосын Конг қарсып: "Өзіне дұрыс қарауың керек, шашынды да қырып таста" дейді. Ал Сумуми ақырында өзінің ескі үйін табады, бірақ ол үй қазір Конгтың үйі болып шыққан. Сумуми үйге кіріп өзінің ескі итін көреді. Ол қатты қуанып кетеді, бірақ қатты шаршағандықтан әлсіреп қалады. Дженнифер оны Конгтың жиені деп ойлап, бөлмеде демалуға рұқсат береді. Сол түні Конг үйге келеді. Ол бөлмеге кіріп төсекте жатқан адамды Чан деп ойлайды, бірақ бірден үшеуі бірдей айқайлап жібереді: "Сумуми, бұл менің үйім, ал бұл менің итім" дейді. Сонда Конгтың әкесі 13 жыл бұрын осы үйді сатып алғаны белгілі болады. Содан бері ол итті де бағып келген. Сумуми олардың мазасын алғаны үшін кешірім сұрайды. Сосын нағашы ағасын іздеуге кетеді. Бірақ ол туралы ешқандай із таба алмайды. Тіпті полицияда ол туралы ештеңе білмейді. Осылайша Сумуми үйсіз қалып, көшеде жалғыз отырып жылайды. Келесі күні Конг шашын қырып тастайды. Оның сырт келбеті мүлде өзгеріп кетеді. Содан кейін ол итін ветеринарға апарады. Дәрігер иттің депрессияға түскенін айтады. Ал осы уақытта Сумуми көшеде жалғыз жүр. Оның тамақ та, баспанасы да жоқ. Бір мейірімді әйел оған шоколадты печенье береді. Сумуми оны нағыз қазынадай көріп қатты қуанады. Бірақ сол кезде Конг кездейсоқ сол печеньенің үстіне отырып қояды. Печенье сынып қалады. Сумуми Конгты танымайды, өйткені оның сырт келбеті өзгерген еді. Сол себепті ол кішкентай бала сияқты жылап жібереді. Конг оған жаңасын сатып алып береді, бірақ оның киімі кір болғандықтан адамдар оны өзін ластап алған адам сияқты көреді. Сумуми оған өзінің футболкасын береді. Бір кезде олар жерге түсіп қалған ақшаларды жинап жатқан қарт әйелге көмектеспек болады. Сол кезде Сумуми адасып кетіп, Конгты қайта таба алмай қалады.
Ал басқа жерде Чан жаттығу жасап жүр. Досы онымен сөйлескісі келеді, бірақ Чан қызықпайды. Ал Конгтың ағасы да жұмыс істеп жүр. Сол жерде бір әйел оны шырын ішуге шақырады. Олар бірге отырып сэндвич жейді. Ал басқа жерде Ран есімді әйгілі музыканттан сұхбат алып жатыр. Одан сененде жақсы музыкант бар ма деп сұрайды. Сол кезде Ран мектеп кезін есіне алады. Ол кезде Сунуми әрқашан бірінші орын алатын, ал Ран оған қызғанышпен қарайтын. Қазір жағдай өзгерген, сондықтан ол менен жақсы ешкім жоқ. Музыка саласында тек Пак Ли ғана бар дейді. Ал осы уақытта Сунуми Чанның үйіне келеді. Ол Чаннан нағашы ағасын табуға көмектесуін сұрайды. Чан келіседі. Сосын Конгты бөлмеде ұстап тұру үшін әртүрлі сылтау айтады. Біраз уақыттан кейін олар төменге түседі. Сонда Конг бәрін түсініп, үйден кетіп қалады. Чанның досы Конгты көріп оны таниды. Өйткені ол бұрын Конгты әдепсіз адам деп ойлап ұрып жіберген еді. Сондықтан ол тез қашып кетеді. Сол түні Конг пен Чан үйде біртүрлі қорқынышты дыбыстарды естиді. Олар тексеруге барады. Сонда баспалдақтың астындағы жасырын бөлмеде Сунуми жатқанын көреді. Бұл оның бұрынғы бөлмесі болатын. Ол қатты шаршағандықтан сол жерде ұйықтап қалған. Кейін Сунуми дастарханға отырып тамақ жейді. Ол итті де тамақтандырады. Сонда ол шашы шатасқан адамның сол печеньенің үстіне отырған адам екенін түсінеді. Яғни ол осы үйдің иесі екенін біледі, бірақ әлі де оның атын білмейді. Сондықтан оны өзін былғап алған адам деп атайды. Конг оны үйден қуып жібергісі келеді, өйткені ол қиындықтардан қорқады. Бірақ Чан түн ортасында қызды үйден шығару дұрыс емес. Адамдар біз туралы жаман ойлайды дейді. Содан кейін Сунуми Чанға өз үйі туралы айтып береді. Ол үшін бұл үй музей сияқты екенін айтады. Өйткені бұл үйде оның балалық шағы мен отбасының барлық естеліктері бар. Ол қазір өзін өте жалғыз сезінетінін айтады. Өйткені бір күннің ішінде оның өміріндегі барлық адамдар жоғалып кеткен. Чан оған отбасынды табуға сәттілік тілеймін. Сен менің досым болдың. Егер саған бір нәрсе керек болса, мен көмектесем дейді. Біраз уақыттан кейін үйді сатып алғысы келетін адамдар келе бастайды. Сунуми Конгқа үйді сатпаңыз, мен нағашы ағамды тапқанша күтіңіз. Кейін оны өзім сатып аламын дейді. Сосын Чаннан Конгты көндіруге көмектесуін сұрайды. Чан Конгтан үйді сатуды кейінге қалдыруын қайта-қайта өтінеді. Ал Сунуми нағашы ағасын тапқанша баспалдақтың астында бөлмеде тұрады. Ақыры Конг келіседі. Ол үйді сатуды бір айға кейінге қалдырады. Сонымен қатар Сунумидің сол үйде тұруына рұқсат береді. Біраз уақыттан кейін Тай өз жұмыс сапарынан қайтып келеді. Ол бірден ауруханаға барып Сунумиді көруге келеді. Сол жерде ол Сунумидің комадан оянғанын, бірақ кейін ауруханадан қашып кеткенін біледі. Тай қатты алаңдап, оны іздеу үшін бірден оның үйіне барады. Онда ол Чан мен оның достары Тиман мен Бумбаны кездестіреді. Тай Сунумиді сипаттап сұрайды. Тиман оны бірден таниды. Ол Тайға Сунуми бұрын осында болғанын, бірақ кетіп қалғанын айтады. Содан кейін Тай оларға өзінің визит картасын береді. Егер Сунуми қайта келсе, оған хабарласуын өтінеді. Кейін Чан мен достары Сунумиді іздеп жүрген дәрігер болғанын айтады. Бірақ Сунуми оны ауруханаға қайта апаруға келген шығар деп ойлап қорқып кеткен. Сондықтан ол достарына, егер біреу мен туралы сұраса, мен мұнда жоқ деп айтыңдар дейді. Осы уақыт ішінде Сунуми Конгтың үйінде тұрып, өзін сол үйдің иесіндей сезіне бастайды. Ал Конг бұған ашуланып жүреді. Өйткені ол Сунумидің бір айдан кейін кететінін үнемі еске салады. Келесі күні Сунуми өзінің ескі скрипкасын жөндетуге барады. Бұл анасының соңғы сыйлығы еді. Бірақ жөндеу құны өте қымбат болып шығады. Сондықтан Сунуми көңілі түсіп, кетіп қалады. Ол жұмыс іздей бастайды. Бұл кезде Тим мен Дженнифер оған көмектеседі. Олар бірге жұмыс іздейді. Келесі күні Дженнифер Сунумиге жұмыс іздеуге лайықты киім береді. Сунуми көптеген жерге барып жұмыс сұрайды, бірақ ешкім оны жұмысқа алмайды. Өйткені оның білімі тек орта мектеп деңгейінде ғана. Ол адамдарға өзінің талантты екенін айтып, скрипка ойнап көрсетеді. Бірақ ол бір нәрсені байқайды. Ұзақ уақыт ойнамағандықтан, оның қолы қатып қалған, таланты әлсіреген еді. Ал осы уақытта Тай көшелерде Сунумиді іздеп жүр. Ол оны табуға үміттенеді. Сунуми бір мейрамханаға барып, жартылай жұмыс сұрайды, бірақ олар да келіспейді. Сунуми қатты көңілі түсіп кетеді. Ол ойланып қалады. Егер мен комада жатпағанда өмірім қалай болар еді? Армандарыма жетер ме едім? Қандай адам болар едім? Сол кезде ол алыстан Чанды көреді. Ол оған жақындап, ішіндегі мұңын айтады. Сунуми, мені еш жер жұмыс қалмады. Ал музыкадағы талантым да әлсіреп кеткен дейді. Сосын ол Чанға 13 жыл бойы комада жатқанын айтады. Чан оған, өткенді ойлай берме, өміріңді жалғастыр дейді. Ал осы уақытта Конг үшін өмірдің ең қиын кезеңі басталған еді. Өйткені Сунуми келгеннен кейін оның жеке өмірі мүлде қалмады. Ол бұрынғыдай жалғыз қалып, тыныш өмір сүре алмайды. Бір күні олар Сунумидің қуанышпен айқайлаған дауысын естиді. Сөйтсе ол уақытша жұмыс тапқан екен. Сунуми қатты қуанып кетеді. Ол кешке дейін скрипкада жаттығып, өзін қайта дамытуға тырысады. Келесі күні ол жаңа жұмысына дайындалады. Сосын қайтадан скрипканы жөндейтін шеберге барады. Сунуми одан, маған шыдамды болыңыз, мен ақшаны жұмысынан бөліп төлеймін деп өтінеді. Күтпеген жерден шебер келіседі, бірақ Сунуми Чан сыйлаған телефонын орындықта ұмытып кетеді. Телефон шырылдағанда Конг жауап береді.
Хабарламада Сунумиді жұмысқа қабылдамай қойған жазылған еді. Оған бұл туралы айту керек болатын, бірақ Конг оны ұмытып кетіп, жұмысқа кетеді. Бір кезде ол бұл туралы айтуды ұмытып кеткен есіне түсіреді. Сосын Сунумиге телефон соғады. Сунуми оның өзін алып кетуге келе жатқанын ойлайды. Конг оған шындықты қалай айту керегін білмей қалады. Бірақ ақыры, сені жұмысқа қабылдамаған, деп айтады. Сунуми жылап жібереді. Бірақ кейін оған, сен сырттай суық және дөрекі көрінесің, бірақ жүрегің мейірімді, деп алғыс айтады. Келесі күні Сунуми Конгпен бірге итін тексерту үшін ветеринарға барады. Сол кезде ол көшеде нағашы ағасына ұқсайтын адамды көріп қалады. Сунуми бірден оның артынан жүгіре бастайды. Бірақ ол жолдан өте бергенде көліктердің астына түсіп кете жаздайды. Сол сәтте Конг келіп оны құтқарып қалады. Осы көрініс Конгқа 13 жыл бұрын болған апатты еске түсіреді. Сунуми өзін құтқарғаннан кейін Конгтан кетіп қалады. Ол нағашы ағасын табу үшін жүгіре береді, бірақ оны таба алмайды. Содан кейін ол Конгқа ашуланып, сенің кесіріңнен мен оны таба алмадым, мені жайма қалдыр, дейді. Конг үндемей кетіп қалады. Ол өз үйінен уақытша кетіп, бірнеше күн кеңседе тұруға шешім қабылдайды. Өйткені ол Сунумимен кездесуден қашқысы келеді. Сонымен қатар ол өзін Сунумидің нағашы ағасын таба алмауына кінәлі сезінеді. Чан оны тоқтатуға тырысады, бірақ Конг бәрібір кетіп қалады. Ал осы уақытта Сунуми нағашы ағасын көрдім деген жерге қайта барады. Ол сол жердегі барлық адамдардан сұрай бастайды. Тіпті өзі салған хабарландыруларды көшелерге жапсырады. Бір кезде ол бұрын көрген адамды қайта көреді, бірақ жақыннан қарағанда оның нағашы ағасы емес екенін түсінеді. Сонда ол Конгқа себепсіз ұрысқанына өкініп қалады. Ал осы уақытта Конгтың кеңсесінде телефон шырылдайды. Телефонды Сунуми көтереді. Конг музыкалық концерттің декорациясын жасауға жауапты еді. Клиент Сунумимен сөйлескенде оның ойларын жақсы түсінетінін байқайды. Бірақ ол Сунумидің кім екенін сұрауға үлгермейді. Өйткені жиналысқа кету керек болады. Біраз уақыттан кейін Конг кеңсеге келеді. Ол Сунумиді көріп, сен мұнда не істеп жүрсің, деп сұрайды. Сунуми оған кешірім сұрау үшін келгенін айтады. Ол іздеуді жалғастырып, көрген адамның нағашы ағасы емес екенін білгенін айтады. Конг оған, сен маған кешірім сұрауға немесе тамақ әкелуге міндетті емессің, дейді. Сосын одан кеңседен кетуін сұрайды. Кейін Сунуми скрипка жөндейтін шеберге қайта барады. Шебер оған скрипканы жөндеп беретінін айтады, ал ақшаны бөліп төлеуге рұқсат береді. Осыдан кейін Сунуми Конгпен қайта татуласуға тырысады. Ол Конгты қайта үйге қайтармақ болады. Сунуми оған, егер сен үйге қайтқың келсе, мен үйден кетем, дейді. Бірақ Конг оны әдеттегідей елемей кетіп қалады. Кейін Конг кеңсеге барғанда Чанды көреді. Ол оны бірге тамақтануға шақырады. Сонымен бірге Чанды үйге қайтуға көндіреді. Келесі күні Конг үйге қайта келеді. Сунуми оны көріп қатты қуанады. Ол Конгқа қарапайым сыйлық береді. Бұл сынған терезені ашуға арналған кішкентай құрал еді. Алғаш рет Конг Сунумидің балалыққа ұқсайтын, бірақ өте әдемі мінезіне таң қалады. Келесі күні Сунуми скрипканы жөндеуге ақша табу үшін кез келген жұмыс іздеуге шешім қабылдайды. Ол бір мейрамханамен келісіп, көкөністер турайтын жұмыс алады. Тим мен оның достары оған көмектеседі. Сөйтіп ол жұмысты тезірек аяқтай алады. Келесі күні Сунуми тағы да қосымша жұмыс іздеуді жалғастырады. Бір кезде Конг оны кездейсоқ көреді. Ол Сунуми түнгі клубқа кіріп кетті деп ойлайды. Сондықтан ол да ішке кіреді. Сосын күзетшілермен жанжалдасып, осындай жас қызды қалай жұмысқа алдыңдар деп айқайлайды. Күзетшілер оның не айтып тұрғанын түсінбей қалады. Ақырында олар Конгты сыртқа шығарып жібереді. Сол кезде ол Сунумиді сыртта көреді. Сөйтсе Сунуми клубта емес, жандағы мейрамханада болған екен. Ол болған жағдайды білгенде қуанып кетеді. Өйткені Конгтың өзі ішім алаңдағанын түсінеді. Сунуми оған, сен біртүрлі және жұмбақ адамсың, бірақ ішіңде мейірімді жүрек бар, дейді. Біраз уақыттан кейін Сунуми үйде Чанның дос қызымен кездеседі. Сунуми одан кім екенін сұрайды. Қыз, мен Чанның қызымын, дейді. Бірақ Чан бірден бұл сөзді жоққа шығарып, қатты ашуланып кетеді. Кейін Чан Сунумиге жаңа жұмысында көмектеседі. Алайда Ран Чанның Сунумиге көрсеткен қамқорлығын көріп қызғана бастайды. Қызғаныштан ол Сунумидің үстіне шырым төгіп жібереді. Чан бұған қатты ашуланады. Сосын ол Сунумиге жаңа киім алып беретінін айтады. Бірақ келесі күні Ран Сунумиге көптеген жаңа киімдер әкеліп береді. Ол оған, бұларды ки, сонда Чан саған ештеңе сатып алмайды, дейді. Бір күні Сунуми үй тазалайтын жұмыс табады. Ол бір үйге барып тазалық жасайды. Үйге келген кезде ол есікте доктор Тай деген жазуды көреді. Бұл оған мектеп кезіндегі досы Тайды еске түсіреді. Тай оған әрқашан музыкамен айналысуды жалғастыруды айтатын. Сунуми оны қатты құрметтейтін, тіпті оны қайта көргісі келеді. Жұмысын аяқтағаннан кейін Сунуми үйіне қайтып барады. Жолда ол айға қарап, саусақтарының арасынан қарайды. Бұл анасы бала кезінде үйреткен әдет еді. Сол кезде көшеде Конг келе жатады. Ол Сунумидің бұл әрекетін көріп қалады. Бұл көрініс оған мектеп кезіндегі қызды еске түсіреді. Сол қыз да дәл осылай айға қарайтын. Сол кезде Конг 13 жыл бұрынғы апатты толық есіне түсіре бастайды. Бұл ойлар оны қатты мазалайды. Сондықтан ол дәрігеріне барып, болған жағдайды айтып береді. Конг дәрігерге, соңғы кезде апат болған күнді жиі есіме алам, бұл мені қатты қинайды, дейді. Дәрігер оған, Сунуми қасында жүргендіктен бұл естеліктер қайта оралып жатыр, дейді. Сосын оған кеңес береді. Біраз уақыт Сунумимен көп араласпауға тырыс, өйткені ол саған өткенді еске түсіреді.
Конг бұл кеңеспен келіседі. Бірақ кеңсеге келгенде ол бір нәрсені біледі. Сунуми енді сол кеңседе жұмыс істейтін болады. Бұл шешімді оның хатшысы қабылдаған, яғни Конг оны күн сайын көретін болады. Конг таңғалып, оның дизайн саласына қандай қатысы бар деп сұрайды. Сонда хатшысы, ол алдағы музыкалық концерт ұйымдастыруға жауапты болады дейді. Сонымен қатар ол Чаннан Сунумидің 13 жыл бойы музыкамен айналысқанын естігенін айтады. Сондықтан ол концертке не сәйкес келетінін жақсы түсінеді. Конг амалсыздан бұл жағдайды қабылдайды, бірақ ол Сунумимен сөйлеспеуге тырысады. Өйткені ол апатты қайта есіне түсіргісі келмейді. Ал осы уақытта Чан Сунумимен жақындай түседі. Ол үнемі оған көмектесуге тырысады. Сунумидің жанында болғанды ұнатады. Ал Конг болса, әлі де одан қашқақтап жүреді. Бір күні Сунуми оған, неге сен маған осылай қарайсың? Мен бір нәрсе дұрыс істемедім бе деп сұрайды. Бірақ Конг жауап бермей кетіп қалады. Сол кезде хатшы келіп, бізге музыка сабағына бару керек, қазір басталады дейді. Ол Конгты сұрайды. Сунуми оның кетіп қалғанын айтады. Бұл хатшыны ашуландырады. Сосын ол Сунумиден Конгты тауып келуін сұрайды. Сунуми оны іздей бастайды. Ақырында ол антиквариат дүкенінен Конгты табады. Бірақ дүкен өте толы болғандықтан оған жете алмайды. Сондықтан ол күзетшіден Конгты микрофон арқылы шақыруын сұрайды. Конг оның дауысын естіп береді. Содан кейін олар бірге концерт өтетін жерге барады. Сунуми концертке дайындық кезінде өте көп жұмыс істейді. Кейін олар концертке қатысады. Сунуми концерт кезінде жылап жібереді. Өйткені ол өзін сол жерде өнер көрсетіп тұрған музыкант Ранның орнында елестетеді. Концерттен кейін Ран Сунумимен амандасуға келеді. Ол Сунумидің атын естігенде таң қалады. Өйткені ол бұл есімді бұрын бір жерден естіген. Сол кезде ол, бұл бұрын кездескен сол Сунуми ма, әлде жай ғана сәйкестік пе деп ойлайды. Осы уақытта Чан үйде болады. Конг пен Сунуми үйге қайтып келгенде, Конг Сунумидің қолы жараланғанын байқайды. Ол, қолыма не болды деп сұрайды. Сунуми, жұмыс істеп жүріп жарақат алдым дейді. Ол Конгтан алаңдамауын сұрайды. Бірақ Конг бәрібір дәрі сатып алуға шығып кетеді. Өкінішке қарай барлық дәріханалар жабық болып шығады. Сондықтан ол ештеңе сатып ала алмай, көңілі түсіп үйге қайтады. Сол сәтте Конг Сунуми туралы ойлана бастайды. Ол бір нәрсені түсінеді. Ол Сунумиді жақсы көре бастаған еді. Бұл апаттан кейінгі 13 жыл ішінде алғаш рет оның жүрегінде пайда болған сезім болатын. Конг бұл сезімнің әлде бар екеніне өзі де сенбей қалады. Біраз уақыттан кейін ол бақшаға шығады. Сонда ол ағаштың жанында отырған Сунумиді көреді. Конг, мұнда не істеп отырсың деп сұрайды. Сунуми, бұл ағашты мен 10 жасында әкеммен бірге отырғызғанмын дейді. Қазір ол ағаш үлкен болып өсіп кеткен. Сосын ол жандағы тағы бір ағашты көрсетеді. Сол ағашта оның бойының өлшемдері жазылған еді. Олар бірге отырып ән білеседі. Конг көп жылдан кейін алғаш рет шын бақытты сезінеді. Ал осы уақытта Чан Сунумиге деген сезімін түсіне бастайды. Ол Сунумиді ұнататынына сенімді болады. Сондықтан ол өз сезімін қалай білдіру керегін ойлай бастайды. Келесі күні Конг жұмысқа келгенде, әріптестері оның өзгергенін байқайды. Өйткені ол бұрынғыдай суық емес, адамдармен сөйлесіп араласа бастайды. Дәл сол кезде бір клиент келеді. Ол Сунумиді өзімен бірге мейрамханаға барып, концертке байланысты дайындықты көруге шақырады. Шын мәнінде ол Сунумиді ұнатып қалған еді. Сунуми келіседі, бірақ Конг оның мейрамханаға кеткенін білгенде алаңдай бастайды. Сондықтан ол да олардың артынан барады. Конг олармен бірге отырады. Бірақ ол тым көп ішімдік ішіп қояды. Жұмыс аяқталған соң Сунуми кетіп бара жатады. Бір кезде ол артынан біреу жүгіріп келе жатқанын естиді. Бұл Конг еді. Ол қатты мас болған. Оның әрекеттері біртүрлі болып кетеді. Ақыры ол баскетбол алаңына барып, жерге жатып қалады. Сунуми оны көтеріп, ағаш арбаға отырғызады. Сосын оны үйге дейін сүйреп апарады. Өйткені оны алаңда қалдырып кеткісі келмейді. Келесі күні Конг оянғанда, өткен түнді есіне түсіреді. Ол қатты ұялады. Өйткені Сунуми оны ұрсып, үйге жеткізуге мәжбүр болған. Кейін олар хатшының кеңсесіне барады. Сонда хатшы Конгтың өзгергенін байқайды. Ол Конгтың Сунумиге қызығып жүргенін сезе бастайды. Кейін Конг қоймаға барып бір зат алмақ болады. Бірақ ол байқамай, ескі суреттер салынған қорапты құлатып алады. Бұл Сунумиге мектеп кезінде салған суреттер еді. Сол кезде оған жұмыстан телефон келеді. Сондықтан ол асығып кетіп қалады. Қойманың есігін ашық қалдырады. Дәл сол кезде Сунуми итінің артынан жүгіріп келеді. Ит қоймаға кіріп кеткен еді. Сунуми оны алу үшін ішке кіреді. Бірақ ол Конгтың өзіне салған суреттерін байқамайды. Егер көргенде, ол Конгтың кім екенін түсінер еді. Сол кезде Дженнифер келеді. Ол Сунумиге, Конг ешкімнің қоймаға кіруін ұнатпайды дейді. Сунуми тек итін алу үшін кіргенін айтып, кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін Конг әкесінің жақында келетінін біледі. Ол үйді сатпақшы болады. Бұл жолы Конг оны тоқтатуға еш себеп таба алмайды. Сондықтан ол қатты уайымдайды. Өйткені Сунуми дәл осы үйдің арқасында олардың жанында тұрып жүрген еді. Конг Сунумиді жаңа үйіне бірге алып кетуді ойлайды, бірақ оған бұл туралы қалай және қашан айту керегін білмейді. Дәл сол кезде Сунуми күтпеген жаңалық айтады. Ол өзіне кішкентай жаңа үй тауып алған және сол жерде тұратынын айтады. Бұл сөздер Конгты қатты ренжітеді. Ол ашуланып кетіп қалады. Чан да бұл туралы естігенде ашуланып кетеді. Ол Сунумиден, бізбен бірге жаңа үйге көшіп бар деп өтінеді. Бірақ Сунуми оған алғыс айтып, мен сендерге анда-санда қонаққа келіп тұрам дейді.
Келесі күні Сунуми жұмысқа барады. Сол жерде олар Ранның келесі концерт өтетін қонақ үйге бару керек екенін біледі. Барлығы бірге жолға шығады. Бірақ жолда олардың көлігі бұзылып қалады. Сондықтан олар пойызбен баруға мәжбүр болады. Жолда команда мүшелері Сунумидің қобалжып отырғанын байқайды. Олар оның көңілін көтеруге тырысады. Сосын одан: "Бұл сен туралы шығатын мақалаға байланысты ма?" деп сұрайды. Мақалада Сунуми 13 жылдан кейін қайта музыка ойнай бастады деп жазылған. Яғни адамдардың жанашырлығын пайдаланып, концерт билеттерін сату үшін жасалған деп көрсетілген. Сунуми бұл жағдайға қатты алаңдайды. Содан кейін ол Конгтың кеңсесіне барып, одан бұрын концертке қатыспауын сұраған скрипка садағын қайтарады. Сунуми: "Мен бәрін білем. Мен концертке тек қайта музыка ойнауға мүмкіндік алу үшін ғана келіскен едім" дейді. Конг оған: "Сен келіскен болсаң да, мен бұған ешқашан келісе алмайын" дейді. Сосын ол күтпеген сөз айтады: "Мен жақсы көретін қыздың мұндай қорлыққа ұшырауына жол бере алмаймын." Бұл сөздер Сунумиді қатты таңғалдырады. Ол үнсіз қалады. Өйткені ол өзін әлі де 17 жастағы қыз сияқты сезінеді, ал мұндай сөздер оған тым ересек адамдардың әңгімесі сияқты көрінеді. Біраз ойланып, Сунуми музыканы таңдауға шешім қабылдайды. Сосын Конгтан кетіп қалады. Конг оның жауабына қатты таңғалады. Сунуми жалғыз қалып жаттығуын жалғастырады. Бірақ бір кезде скрипканың шегі үзіліп, оның қолын жарақаттайды. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінеді. Өмірінде алғаш рет музыка оған қуаныш әкелмей жатқанын сезеді. Ал осы уақытта Конг оны барлық жерден іздей бастайды. Ол қайда екенін білмейді. Ақырында ол жаттығу залына келеді, бірақ есік жабық болады. Сөйтсе Сунуми ішінде жалғыз отырып жылап отыр екен. Келесі күні Сунуми Конгқа келеді. Ол оған: "Егер музыка маған қорлық әкелетін болса, мен оны жек көріп кетем" дейді. Сондықтан ол концертке қатыспауға шешім қабылдағанын айтады. Конг бұл шешімге қатты қуанады. Ол Сунумиді қолдап: "Болашақта бұдан да үлкен мүмкіндіктер келеді" дейді. Кейін Сунуми Конгтың махаббат туралы айтқан сөздерін есіне алады. Сондықтан ол Конгтың жанында ұялып, одан қашқақтай бастайды. Ал осы уақытта Ранның жаттықтырушысы онымен сөйлеседі. Ол Ранның Сунумиді қызғанатынын байқайды. Жаттықтырушы: "Қызғаныш сені өзгертіп жіберді" дейді. Сунуми өте жақсы адам. Ол ешкімге зиян келтірмейді. Сен оны ұмытып, өз жолымен жүруің керек. Ран оның сөздерімен келіседі. Ол Сунуми туралы ойлауды тоқтатуға тырысады. Келесі күні Сунуми Конгқа Ранның концертін дайындауға көмектеседі. Конг оның көңілсіз екенін байқайды. Сондықтан оны көңілдендіруге тырысады. Сол кезде олар бір мәселені біледі. Концертке қатысатын музыканттардың бірі келмей қалған. Сунуми басында күмәнданады, өйткені ол скрипкасын алып келмеген еді. Бірақ бәрібір көмектесуге шешім қабылдайды. Сөйтіп ол сахнаға шығып, музыка ойнайды. Ұзақ уақыттан кейін ол қайтадан сахнада өнер көрсетудің ерекше қуанышын сезінеді. Оның орындауы өте әдемі болады. Тіпті Ранның өзі де оның өнеріне шын жүректен қуанады. Концерттен кейін Конг Сунумиге бұрын салған суретін береді. Сосын оған: "Сен керемет ойнадың" дейді. Ол тағы да өзінің махаббатын мойындайды. Бұл жолы Сунуми де шын жүректен жауап береді: "Мен де сені жақсы көремін" дейді. Ол суретті қатты ұнатады. Сосын Конгқа: "Сурет салуды ешқашан тоқтатпа, және мені жақсы көруді де тоқтатпа" дейді. Келесі күні Сунуми Конгқа нағашы ағасы туралы айтып береді. Бір күні ол қалада оны көргендей болғанын айтады. Ол кезде нағашы ағасы саяхатқа кеттім деп айтқан еді. Сунуми оның сол кезде өтірік айтуына бір себеп болған деп ойлайды. Сол себеп қазір де оның жоғалып кетуіне әсер еткен болуы мүмкін. Конг оған көмектесуге шешім қабылдайды. Ол нағашы ағасын табу үшін плакаттар басып шығарып, бүкіл қалаға жапсырады. Осы уақытта Чан ұзақ уақыт дайындалған жеке қайық жарысына қатысады. Барлығы оған жанкүйер болып келеді. Чанның аяғы жараланған еді, бірақ ол бәрібір жарысқа қатысуға шешім қабылдайды. Өйткені ол өз еңбегінің босқа кеткенін қаламайды. Жарыс кезінде ол біраз артта қалып қояды, бірақ соңғы сәтте бар күшін жинап, бірінші орынға шығады. Барлығы қатты қуанады, бірақ жарыстан кейін оның жарақаты ауыр екені белгілі болады. Сондықтан оны ауруханаға жатқызады. Ауруханада күтпеген жерден Тай пайда болады. Ол Сунумиді көріп оған: "Мен сені ұзақ уақыт бойы іздедім, бірақ таба алмадым" дейді. Сунуми күлімсіреп: "Сіз кімсіз?" деп сұрайды. Тай оған олардың бала кезден дос болғанын айтады. Сондай-ақ ол осы жылдар бойы оның жағдайын бақылап жүргенін айтады. Сунуми онымен сөйлесуге келіседі. Сосын одан: "Менің нағашы ағам қайда екенін білесіз бе?" деп сұрайды. Тай оған: "Менің естігенім бойынша ол шетелге кеткен" дейді. Сонымен бірге тағы бір шындықты айтады. Апат болған кезде автобуста Сунумимен бірге отырған қыз қайтыс болған. Бұл жаңалық Сунумиді қатты күйзелтеді. Келесі күні ол Конгпен бірге сол қыздың қабіріне барады. Сунуми жылайды, өйткені ол досының тірі қалғанына үміттенген еді. Қабірдің жанында Конг қыздың есімін көреді. Сонда ол бір нәрсені түсінеді. Бұл 13 жыл бұрын автобуста Сунумимен бірге отырған қыз еді. Сол кезде Конг тағы бір шындықты түсінеді. Сунуми мектепте өзі ғашық болған қыз екен. Ол Сунумиді қатты құшақтайды. Сосын: "Сенің тірі қалғаныңа рахмет, сен аман болсаң, бәрі жақсы болады" дейді. Олар үйге қайтып келеді. Осыдан кейін Конг апат туралы барлық нәрсені қайтадан еске түсіре бастайды. Ол өзін бұрынғыдан да қатты кінәлі сезінеді. Чан Конгтың біртүрлі өзгергенін байқайды, бірақ оның не болып жатқанын түсінбейді. Ол Конгқа жақындап көмектескісі келеді,
бірақ Конг ешкімге ештеңе айтпайды. Келесі күні Сунуми қоймаға Конгты іздеп барады, бірақ оны таппайды. Сол жерде ол Конгтың өзіне салған ескі суретін көреді. Бұл оны қатты толқытады. Сонда ол Конг бұрыннан оның кім екенін білгенін түсінеді. Сунуми оны іздей бастайды, бірақ еш жерден таба алмайды. Ол Чанға суретті көрсетіп, бұл менің 17 жасындағы суретім. Демек Конг бәрін бұрыннан білген дейді. Чан екеуі Конгты кеңседен іздейді, бірақ ол жерде де жоқ болып шығады. Ал осы уақытта Конг әуежайда болады. Ол елден кетіп бәрінен қашып кетуді жоспарлаған. Сунуми үйге келгенде өз бөлмесінен хат табады. Бұл хатты Конг жазған. Хатта ол шындықты айтады. Конг мектеп кезінен бастап Сунумиді жақсы көргенін жазады. Сондай-ақ апат болған күні автобуста оны көргенін айтады, және келесі аялдамада түс деп айтқан адам өзі болғанын мойындайды. Сол себепті ол барлық жылдар бойы өзін кінәлі сезініп келген. Ол тіпті Сунуми апаттан кейін қайтыс болды деп ойлаған. Бұл шындық Сунумиді қатты күйзелтеді. Ол Конгтың барлық жыл бойы осындай ауыр сезіммен өмір сүргенін түсінеді. Сунуми бала кезінде жиі баратын көпірге келеді. Ол сол жерде отырып Конг туралы ойланады. Сол кезде Конг келеді. Ол Сунумиге: «Мен сені тастап кете алмадым. Енді өз мәселелерінен қашпаймын» дейді. Сунуми оған: «Сен апатқа кінәлі емессің» дейді. Сосын ол өз жағынан болған оқиғаны айтып береді. 13 жыл бұрын ол әуежайда нағашы ағасын шығарып салған. Сол кезде ол жылап тұрған кішкентай баланы көреді. Ол балаға анасын табуға көмектеседі, бірақ қайтып келгенде скрипкасы жоғалып кеткенін байқайды. Ол жоғалған заттар бөлімінен бір жігіт скрипканы тапсырғанын біледі. Бұл жігіт Конг еді. Сунуми оны табу үшін әуежайда іздейді, тіпті алыстан көрген, бірақ сөйлесуге батылы жетпеген. Бірнеше күннен кейін ол Конгты өз ауданында қайта көреді. Сонда ол оның сол жерде тұратынын түсінеді. Содан кейін ол Конгты жиі бақылап жүрген. Әр көрген сайын жүрегі қатты соғатын. Bir күні ол автобуста Конгты көреді. Сол кезде оған алғыс айту үшін қасына баруға шешім қабылдайды. Ол оған өзінің қоңырауына ұқсас кішкентай қоңырау сыйламақ болған, бірақ қатты ұялып қалған. Конг оған: «Бірақ бұл менің апатқа кінәлі емес екенімді дәлелдемейді» дейді. Сонда Сунуми: «Сенен жол сұрауым тек сөйлесуді бастау үшін ғана еді. Мен аялдаманы бұрыннан білетінмін» дейді. Сосын Конг: «Мен сені жақсы көрем. Сенің өміріме қайта келгеніңе ризамын» дейді. Сунуми де: «Мен де сені жақсы көрем. Мен әрқашан сенің қасында боламын» дейді. Келесі күні Чан Сунумимен кездеседі. Ол өзінің Сунумиге ғашық екенін айтады, бірақ ол Сунуми мен Конгтың бір-бірін жақсы көретінін түсінетінін айтады. Сондықтан ол бұл сезімін тек жүрегін жеңілдету үшін айтқанын түсіндіреді. Сосын: «Конгтың жанында бол. Мен оны бұрын-соңды мұндай бақытты көрмегенмін» дейді. Сондай-ақ олар дос болып қала ала ма деп сұрайды. Бұл сөздер Сунумиді қатты таңғалдырады. Ал осы уақытта Конг Таймен бірге ауруханада болады. Тай оған бір шындықты айтады. Апатқа себеп болған адам келіп Сунумиден кешірім сұрағысы келген. Сол адам барлық жыл бойы Сунумидің аурухана шығындарын төлеп келген. Өйткені оның нағашы ағасы бір уақыттан кейін төлеуді тоқтатқан. Конг бұл туралы Сунумиге айтады. Сосын ол апатқа себеп болған адаммен кездесуге келіседі. Оны көрген кезде Сунуми қатты ашуланады. Өйткені сол апатта оның досы қайтыс болған. Ер адам қайта-қайта кешірім сұрайды. Ол сол күні мас болғанын және дұрыс ойлай алмағанын айтады. Бірақ Сунуми: «Бұл сені ақтамайды, сен қылмыскерсің» дейді. Ер адам оның дұрыс айтқанын мойындайды. Сол кезде Дженнифер келеді. Ол бұл адамды бірден таниды. Сөйтсе бұл адам оның күйеуінің де өліміне себепкер болған. Өйткені күйеуі де сол автобуста болған екен. Ер адам кетіп қалады. Сунуми Конгқа: «Мен нағашы ағамды бәрібір табамын» дейді. Сонда Конг оған шындықты айтады. Ол нағашы ағасының банкрот болып кеткен және әйелінен ажырасып кеткенін білген. Бұл жаңалық Сунумиді қатты таңғалдырады. Өйткені олар бір-бірін қатты жақсы көретін. Конг оның әйелінің қайда екенін білетінін айтады. Сосын олар сол жерге барады, бірақ оны таппайды. Үйге қайтып бара жатқанда кенеттен ол әйел пайда болады. Ол Сунумиді тоқтатып сөйлеседі. Сунуми бірден: «Менің нағашы ағам қайда?» деп сұрайды. Әйел жылап тұрып шындықты айтады. Апаттан кейін оның нағашы ағасы бір жылдан астам уақыт ауруханада Сунумидің жанында болған. Бірақ сол уақытта оның бизнесі құлдырап, банкротқа ұшыраған. Сонымен қатар оның жүрегі ауырып жүрген. Ақырында ол ауыр қайғы мен стресс салдарынан қайтыс болған. Бұл сөздер Сунумиді қатты күйзелтеді. Өйткені ол нағашы ағасын тағы бір рет көрем деп үміттенген еді. Сунуми ауыр депрессияға түседі. Осы уақытта Конг әрдайым оның жанында болып, қолдау көрсетеді. Оның арқасында Сунуми біртіндеп өз қалпына келеді. Бірнеше күннен кейін Ран Сунумиге хабарлама жібереді. Ол Сунумиге музыканы кәсіби түрде оқып, халықаралық концерттерге қатысуға кеңес береді. Сунуми бұл туралы Конгтан сұрайды. Конг оған: «Бұл шешімді сен ғана қабылдай аласың» дейді. Сунуми біраз ойланып, шетелге оқуға баруға келіседі. Конг оған: «Бірнеше айдан кейін Берлинге барып сені көрем» дейді. Ұшу күні келгенде Сунуми әуежайға жалғыз баруды шешеді. Өйткені ол қоштасуды ұнатпайды. Бірақ соңғы сәтте ол ойын өзгертеді. Ол сапарын тоқтатып Конгқа қайта келеді. Сунуми оған: «Мен сүйетін адамдардан алыста бір сәтте өткізгім келмейді. Сондықтан мен Кореяда қаламын» дейді. Конг оны құшақтайды. «Сен дұрыс шешім қабылдадың. Мен сені жақсы көрем» дейді. Сунуми де: «Мен де сені жақсы көрем. Мен сенен ешқашан айырылғым келмейді» дейді.
Содан кейін олар бірге өмір сүріп бақытты отбасы болады. Осылайша біздің оқиғамыз аяқталады.